Ассалаумағалейкум, Nissan Maxima көлігі. Мотор тестімен қараған кезде екінші мен үшінші цилиндр дұрыс жасамайды. Яғни жасыл мен сары. Сары 2, 3 жасыл. Тексеру барысында екінші цилиндрдің свечесін қараған болдық. Мұнан іші майдан толып кеткен. Соның кесірінен катушкаға және свечаның майы болғасын, майы тоқ өткізеді. Холостой ходта цилиндр жасамайды. Қазір мен фонарикті қосайын. Фонарик қосқаннан кейін белгілі болады. Мінекей іші майдан толы. Көрініп тұрған шығар. Свеча көрінбейді. Осылай міне екінші цилиндрі дәл осындай проблема, сосын үшінші цилиндрі дәл осындай проблема. Бұның барлығын анықтаған жаңағы мотор тестеріміз. Диагностикамен білінбеді. Моторскийді апардың ба?